Бұл бейнеде мен таңғы ас қандай болуы керек екенін, оны қалай дұрыс құраштыру керектігін, және әсіресе екі типті қант деңгейі жоғары адамдар үшін таңертеңгі тамақтану қалай ұйымдастырылған дұрыс екенін түсіндіріп беремін. Ең бастысы, мен сізге нақты және түсінікті принциптерді айтып беремін. Осы видеоны көріп болғаннан кейін таңғы асқа қатысты көптеген сұрақтардың жауабы табылатынына сенімдімін. Айта кету керек, бұл ақпарат тек қандағы қант мәселесі бар адамдарға ғана емес. Егер сізде инсулинге сезімталдық төмен болса, артық салмақ болса, немесе жай ғана денсаулығыңызды сақтағыңыз келсе, бұл кеңестер сізге де пайдалы болуы мүмкін. Менің атым Алмас Нұрғалиев. Мен Тибет медицинасының әдістерін зерттеген маманмын. Алдағы уақытта пайдалы кеңестерімді алғашқылардың бірі болып көргіңіз келсе, каналыма жазылып алыңыз. Және өзіңізді қандай ауру сырқат мазалайды бөлісе отырыңыз. Және келесі видеода қай тақырыпты көтергенімізді қалайсыз, оны да жаза отырыңыз. Алдағы уақыттарда өзіңізге қатысты видео шығуы мүмкін. Сонымен жалғастырайық. Бұл видеода мен зат алмасуды қолдау үшін таңғы астың қандай принциптерге негізделуі керек екенін түсіндіремін. Алдымен маңызды бір сұрақты қысқаша қарастырайық. Екі типті қант диабеті қалай пайда болады? Мұны түсіну үшін ағзада не болатынын қарапайым тілмен қарастырайық. Біз көмір суларды жеген кезде қандағы глюкоза деңгейі көтеріледі. Бұл табиғи процесс. Осындай кезде ұйқы безі инсулин деп аталатын гормонды бөле бастайды. Инсулиннің негізгі міндеті қандағы глюкозаны жасушаларға жеткізу. Яғни ол глюкозаны қаннан шығарып, ағзадағы жасушаларға энергия ретінде пайдалануға көмектеседі. Инсулинді ұйқы безіндегі арнайы бета жасушалар шығарады. Ал егер қандағы глюкоза деңгейі керісінше төмендеп кетсе, онда ағза басқа гормон глюкагонды бөледі. Оны ұйқы безінің альфа жасушалары шығарады. Глюкагон инсулиннің әсеріне қарама-қарсы жұмыс істейді. Ол қандағы қант деңгейінің тым төмендеуіне жол бермейді. Осылайша ағза қандағы глюкоза деңгейін белгілі бір тепе-теңдікте ұстап тұрады. Бұл қалыпты жұмыс істейтін жүйе. Бірақ егер адам ұзақ уақыт бойы көмір суларды көп мөлшерде тұтынса, әсіресе тәтті тағамдарды жиі жесе, онда қандағы глюкоза деңгейі жиі жоғары болып тұрады. Мұндай жағдайда ұйқы безі үнемі көп мөлшерде инсулин бөлуге мәжбүр болады. Уақыт өте келе ағзадағы жасушалар инсулинге бұрынғыдай жақсы жауап бермей бастайды. Яғни олардың инсулинге сезімталдығы төмендейді. Нәтижесінде глюкоза жасушаларға бұрынғыдай оңай өтпейді. Бұл жағдай инсулинге төзімділік деп аталады. Ұзақ уақыт бойы осындай жағдай жалғаса берсе, ұйқы безі де біртіндеп әлсірей бастайды. Өйткені ол үнемі көп жұмыс істеуге мәжбүр болады. Бір кезеңде ол бұрынғыдай жеткілікті мөлшерде инсулин бөле алмай қалады. Осылайша екі типті қант диабеті біртіндеп қалыптасады. Яғни бұл тек бір ғана фактор емес. Мұнда екі негізгі мәселе бар. Біріншісі, жасушалардың инсулинге сезімталдығының төмендеуі. Екіншісі, ұйқы безінің шаршауы. Сондықтан мұндай жағдайда ағзаға көмектесу өте маңызды. Бірақ бір маңызды нәрсені міндетті түрде айту керек. Егер сізге дәрігер белгілі бір ем немесе терапия тағайындаған болса, оны ешқашан өз бетіңізше тоқтатуға болмайды. Мен бұл жерде тек қосымша пайдалы әдеттер туралы айтып отырмын. Олар зат алмасуды қолдауға және ағзаға көмектесуге бағытталған. Ал мұнда тамақтану өте маңызды рөл атқарады. Әсіресе таңғы ас. Енді келесі маңызды сұраққа көшейік. Қант деңгейі жоғары адамдарға таңғы ас не үшін қажет? Егер ағзада белгілі бір өзгерістер болса, онда біз оған көмектесуіміз керек. Бұл жерде біздің биологиялық ырғақтарымыз, яғни ағзаның ішкі сағаты маңызды рөл атқарады. Таңғы уақытта ағзада бірнеше гормондардың белсенділігі жоғары болады. Мысалы, соматотропты гормон және кортизол деңгейі жоғарылайды. Бұл гормондар ағзаға таңертең қабылданған тағамды тиімді өңдеуге көмектеседі. Сонымен қатар таңертең көптеген адамдарда инсулинге сезімталдық салыстырмалы түрде жоғары болады. Сондықтан дәл осы уақытта тамақтану ағза үшін қолайлы болуы мүмкін. Кейбір адамдар таңғы ас ішпеуге дағдыланған, бірақ қандағы қант деңгейі тұрақсыз адамдар үшін таңғы ас режимін сақтау өте маңызды. Тағы бір маңызды сұрақ бар. Таңғы асқа қалай дайындалу керек? Көп адам бұл туралы ойланбайды, бірақ бұл да маңызды.
Кейбір адамдар таңертең тамақ жегісі келмейтінін айтады. Бірақ олардан кешкі ас қашан болғанын сұрасаңыз, көбінесе кешкі сағат 9-дан кейін, немесе одан да кеш уақытты айтатынын байқайсыз. Осындай жағдайда таңертең тәбеттің болмауы табиғи нәрсе. Тағы бір пайдалы әдет бар. Көптеген адамдарға таңғы астың алдында 15-20 минут жеңіл қозғалыс жасау пайдалы болуы мүмкін. Бұл жеңіл жаттығулар, серуен немесе қарапайым қозғалыстар болуы мүмкін. Осындай белсенділік ағзадағы процестерді іске қосуға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл ас қорыту жүйесінің жұмысын белсендіріп, ағзаны таңғы асқа дайындауы мүмкін. Енді ең маңызды сұраққа көшейік. Қант деңгейін бақылау үшін таңғы ас қандай болуы керек? Бірінші маңызды принцип – көмірсулардың мөлшері өте аз болуы керек. Таңғы ас негізінен басқа қоректік заттарға негізделуі мүмкін. Мысалы, аз мөлшерде жидектер немесе кейбір жемістер болуы мүмкін. Бірақ банан мен жүзім сияқты өте тәтті жемістерді шектеу дұрыс болады. Ал негізгі назар басқа қоректік заттарға аударылады. Өйткені ағза тек көмірсулардан ғана энергия ала алмайды. Ағза энергияны майлардан да ала алады. Бұл табиғи процесс. Егер көмірсулар аз болса, ағза біртіндеп басқа энергия көздерін қолдануға бейімделеді, яғни майларды. Осы жерде маңызды механизм іске қосылады. Көмірсулар азайған кезде ағза глюкоза деңгейін тұрақтандыруға тырысады. Ал жасушаларға энергия қажет болғандықтан, ағза басқа энергия көзін қолдана бастайды. Бұл майлар. Ағзада май қоры жеткілікті болады. Майлар арнайы биохимиялық процестер арқылы энергияға айналады. Бұл процестердің нәтижесінде жасушаларға қажетті энергия беріледі. Ал мұндай жағдайда қандағы глюкоза деңгейі біртіндеп тұрақтала бастайды. Сонымен қатар бұл ұйқы безіне аздап демалуға мүмкіндік береді. Ал бұл оның жұмысына пайдалы әсер етуі мүмкін. Енді таңғы астың құрамына нақтырақ тоқталайық. Таңғы ас неге талшықтардан, майлардан және ақуыздан тұруы керек? Алдымен талшықтар туралы айтайық. Көп адам талшықтарды жай ғана көмірсулар деп ойлайды. Бірақ олардың ерекшелігі бар. Талшықтар ағза толық қорыталмайтын өсімдік талшықтары. Олар ішек микрофлорасы үшін маңызды қорек болып табылады. Ішектегі пайдалы бактериялар осы талшықтарды пайдаланып, көптеген пайдалы заттар бөледі. Бұл заттар зат алмасу процестеріне әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар олар ағзадағы көптеген жүйелердің жұмысына ықпал етеді. Екінші маңызды элемент – майлар. Бірақ мұнда бір нәрсені түсіну керек. Біз ағзада жиналған май туралы айтып отырған жоқпыз. Бұл тағам арқылы алынатын пайдалы майлар туралы. Майлар ұзақ уақыт тоқтық сезімін береді. Сондықтан таңғы ас құрамында майлардың болуы түскі асқа дейін аштық сезімін азайтуға көмектесуі мүмкін. Майларды әртүрлі өнімдерден алуға болады. Мысалы, зәйтүн майы, зығыр майы, күнжіт майы. Сондай-ақ кейбір өнімдерде табиғи майлар болады. Мысалы, жұмыртқа жаңғақтар, майлы балық. Майлар ағзадағы жасуша қабықшалары үшін де маңызды. Бұл әсіресе қант деңгейі жоғары адамдар үшін маңызды фактор болуы мүмкін. Ал үшінші маңызды элемент – ақуыз. Ақуыз ағзадағы жасушалардың негізгі құрылыс материалы. Ол көптеген процестер үшін қажет. Егер көмірсулар азайтылса, онда ағзаға жеткілікті мөлшерде ақуыз қажет болады. Сондықтан таңғы ас құрамында ақуыздың болуы маңызды. Ал енді таңғы асқа өте жақсы келетін бір өнім туралы айтайын. Бұл сүзбе. Көптеген мамандардың пікірінше, бұл таңертеңгі тамақ үшін өте қолайлы өнімдердің бірі. Тіпті Тибет медицинасының көзқарасы бойынша да сүзбе ерекше өнім болып саналады. Тибет медицинасы кейбір сүт өнімдерін шырыш түзетін тағамдарға жатқызады. Сондықтан оларды күннің бірінші жартысында, шамамен кешкі 5-ке дейін тұтынған дұрыс деп есептеледі. Ал қандағы қант деңгейін бақылау қажет адамдар үшін сүзбені таңертең тұтыну әсіресе қолайлы болуы мүмкін. Неге? Себебі сүзбенің құрамында көмірсулар өте аз болады. Орта есеппен 100 грамм өнімде шамамен 3 грамм ғана көмірсу бар. Сонымен қатар оның құрамында жеткілікті мөлшерде ақуыз және майлар бар. Сүзбедегі ақуыздар негізінен альбумин және казеин түрінде кездеседі. Бұл ақуыздардың құрамында ерекше амин қышқылдары болады. Мысалы, лейцин, изолейцин, валин.
Бұл амин қышқылдары ағзадағы кейбір гормондардың бөлінуіне әсер етуі мүмкін. Соның бірі глюкагон тәрізді пептид 1 деп аталатын гормон. Бұл гормон ішекте және жүйке жүйесінде түзіледі және ұйқы безінің жұмысына әсер етеді. Глюкагон тәрізді пептид 1 ұйқы безінің альфа және бета жасушаларына сигнал береді. Соның нәтижесінде инсулин бөлінуі реттеледі. Бірақ маңызды бір ерекшелік бар. Бұл гормон инсулиннің бөлінуін тек қандағы глюкоза деңгейі жоғары болған жағдайда ғана ынталандырады. Ал глюкоза деңгейі қалыпқа келген кезде бұл процесс тоқтайды. Осының арқасында ағзада тепе-теңдік сақталады. Тағы бір маңызды әсері, бұл гормон адамның тәбетін азайтуы мүмкін. Яғни адам ұзақ уақыт бойы тоқтық сезімін сақтай алады. Ал бұл артық тамақтанудың алдын алуға көмектеседі. Бірақ тағы бір маңызды мәселе бар. Біз жоғарыда айтқандай, 2 типті қант диабеті кезінде ұйқы безі ұзақ уақыт бойы үлкен жүктемемен жұмыс істейді. Сондықтан оның қызметі біртіндеп әлсіреуі мүмкін. Ал глюкагон тәрізді пептид 1 ұйқы безінің бета жасушаларының жұмысын қолдауға ықпал етуі мүмкін. Кейбір жағдайларда бұл жасушалардың белсенділігі артуы мүмкін. Сондықтан ақуызға бай тағамдар, әсіресе көмірсулар, аз өнімдер таңғы ас үшін қолайлы болуы мүмкін. Сүзбе осы талаптардың көпшілігіне сәйкес келеді. Сондықтан көптеген мамандар оны таңғы асқа ұсынылатын өнімдердің бірі ретінде қарастырады. Енді нақты мысалдарға көшейік. Мен сізге дұрыс таңғы астың 3 қарапайым мысалын айтып беремін. Айта кету керек, менде қант диабеті жоқ. Бірақ кейде ағзамды қолдау және зат алмасуды ынталандыру үшін аптасына 1-2 рет осындай таңғы ас түрлерін қолданамын. Тибет медицинасының көзқарасы бойынша тағамдар 3 негізгі топқа бөлінеді. Олар жылы тағамдар, бейтарап тағамдар, суық тағамдар. Мысалы, құрамында майы бар өнімдердің көпшілігі жылы қасиетке ие деп есептеледі. Ал ақуызға бай өнімдер көбінесе бейтарап топқа жатады. Ал көмірсуларға бай тағамдар суық қасиетке ие деп саналады. Сондықтан қандағы қант деңгейін бақылау қажет болған жағдайда көмірсулар мөлшерін азайтып, басқа өнімдерге басымдық беруге болады. Енді таңғы ас мысалдарын қарастырайық. Бірінші мысал. Бұл сүзбеден жасалған қарапайым таңғы ас. Сүзбеге қант, тәтті сироптар немесе кептірілген жемістер қоспаған дұрыс. Көптеген адамдар дәл осы жерде қателеседі. Сүзбені табиғи күйінде жеу жақсырақ. Қаласаңыз, оған аз мөлшерде қаймақ қосуға болады. Ең дұрысы табиғи және майлылығы жоғары сүзбені таңдау. Ал шамамен 30 минуттан кейін аз мөлшерде жидектер немесе кейбір жемістер жеуге болады. Бұл таңғы ас қарапайым әрі қоректік болады. Екінші таңғы ас нұсқасы. Бұл жұмыртқадан дайындалған тағам. Мысалы, омлет қуырылған жұмыртқа немесе жай ғана қайнатылған жұмыртқа. Мұнда ең маңызды ереже көмірсулар қоспау. Яғни ұн, нан немесе тәтті соустар қосылмауы керек. Жұмыртқамен бірге көп мөлшерде көкөністер мен көкшөптер қосуға болады. Мысалы, қияр жапырақты көкөністер, аскөк петрушка. Бұндай таңғы ас құрамында ақуыз, май және талшық болады. Бұл ағза үшін өте жақсы комбинация. Мұндай таңғы асқа қантсыз кофе ішуге болады. Қаласаңыз, кофеге аз мөлшерде сүт қосуға болады. Үшінші таңғы ас нұсқасы. Бұл менің өзіме өте ұнайтын таңғы ас түрлерінің бірі. Мен табаққа аздап тұздалған майлы балық саламын. Мысалы, лосось немесе басқа қызыл балық. Оған қоса қатты пісірілген жұмыртқа қосамын. Содан кейін авокадо және көп мөлшерде көкшөптер қосамын. Көкшөптерді көп болған жақсы. Ортасына аз мөлшерде бидай кебегін салуға болады. Кебек құрамында талшықтар бар. Олардың құрамында көмірсулар бар болғанымен мөлшері аз және олар баяу сіңеді. Осындай таңғы ас өте қанықтырады. Оның құрамында ақуыз, май талшықтар және өте аз көмірсулар болады. Бұл ағзаға қажетті көптеген қоректу заттарды береді. Мұндай таңғы асты табиғи айранмен немесе қансыз йогуртпен толықтыруға болады. Кейбір адамдар оған зығыр тұқымын немесе асқабақ тұқымын қосады. Бұл да жақсы нұсқа. Осындай таңғы ас таңғы ағзаға қажетті қоректу заттарды береді және ұзақ уақыт тоқтық сезімін сақтауға көмектеседі. Ең бастысы, таңғы ас табиғи және
кеңгерімді болу керек. Ал көмірсулар мөлшерін бақылау қандағы глюкоза деңгейінің тұрақтылығына ықпал етуі мүмкін. Егер сіз осындай принциптерді біртіндеп күнделікті өміріңізге енгізсеңіз, ағзаңыздың жұмысы әлдеқайда тұрақты болуы мүмкін. Ал сіздің энергия деңгейіңіз күн бойы жақсы сақталады. Ең бастысы өз ағзаңызды тыңдау және оған дұрыс жағдай жасау. Аман, сау болыңыздар.